Жаңбыр төкті еш баса алмай көз жасымдай шағарып сап тұрдық біздер ең соңғы рет кеш тозалай жаңбыр төкті тамшыларым сан жүректі шаншылады нөсерледі өстін біздің енді оңғарбайымыз осы тойымызды басқарып аяғына дейін жеткізіп жатыр ғой. Жас болғаннан кейін ырымдап атқан шығар, осы ағатайдың жасын берсін деп жатқан шығар. Мың алғыс оңғарбайға. Ал енді сен өзің бірдеме деп қой, қайным ғой менің. Осыдан кейін мен сөйлеймін. Енді сол, енді сөз бермейсің, сен сөйле, сосын артынан мен сөйлеймін. Еркек итін егесі, әйел итін шегесі. 80 жылдық мерейтойы құт берекелі болсын. Әмин. Енеке, 18 жылы осы коллективке кіргеннен сіздің жарқын жүзіңізден тек қана қуаныш, қызық, бір ренжуді білмейсіз. Әрдайым күліп жүресіз. Осылай ортамызда қартаймай жүре беріңіз. Жақындармен және туыстардың арасындағы сәні өмір бақшасының әні болып қартаймай жүре беріңіз. Өткен күннің артта қалып егесі, тіршіліктің жылжи берсін кемесі, басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған 80 жастың құтты болсын денесі. Мен осы қысқаша ғана айтамын. Барлық жақсылық жеңге екеуміз бір жасты қартайып, 90-ға тоңқаймай кетіңіз. Ары қарай сол малдан өзі сұрағыз. Мереке жеңгеміз қасыңызға мереке өп Құдай қосқан екен. Одан келіндеріңіз де мереке екен. Ылғи мерекенің ортасында мереке өткізсін де ұзағынан болсын. Енді мен айтуым осы біздің коллективтің арасы алыстамасын. Кішкене осы да жақында бір-бірімен сырласып, сөйлесіп, әңгімелесіп жүрсін. Осы жиі жиналған коллективке өте жақсы болады. Жиі жиналса туған туыстай болып кетеміз. Әйтпесе енді осы дастархан бәрінің үйінде бар. Біреудің уақыты келмейді, біреудің денсаулығы келмейді. Сондай бір себептермен кішкене біраз болды біз басымыз қосылмағалы. Ағатай деніңіз сау болсын. Әнекей жаңа тәтемізді, жеңгемізді мақтап жатыр ғой елдің барлығы. Рас ол. Әйел үйдің отбасының берекесі ғой. Бірақ өзі бірінші мықты деп айтам. Қандай салада, қандай да жұмыста істесе де аруақта биіктен көрінген, елдің көңілінен шыққан, міне осы уақытта үйден келіп құттықтап жатыр дейді. Бұқар жыраудың әкімі тағы ардагерлерден де құттықтап жатыр. Тойыңыз ұзағынан болсын. Міне қосылғандарыңызға алтын тойларыңыз тақалып қалған екен. Алтын той дегенде Алла қаласа сол күнге жетсек, бұндай емес үлкен ресторанда жасаймыз деп ойлаймыз. Ол күнге Алла жеткізсін. Өнерін айтады. Домбыра десе домбырасын тартады, күй дауысы күйін тартады, гитара болса гитарасын тартады. Жыл бойына 5-6 рет қыдырады, тәлем екеуі салып алады да қодаға түсіп жүреді. Өмірдің қадірін біледі. Осы уақытта заманда мінекей жеткізді, балаларды жетілдірді. Енді қолтықтасып екеуі бір жыл Қарқаралыда болса бір жерде мекеме шығады, бір Сарыағаштан шығады, екеуі қыдырып жүреді, молодец. Денсаулықты күту керек, адам көңілін осылай көтеру керек, әнді айту керек. Бұл кісінің жасарып жүргені біздің ортамызда жас жігіт сияқты өлең айтып жүргеннен кейін Ағатайым осындай болып жүр деп ойлаймын. Оның ішінде өлеңнің сөзін жатқа біледі Ағатай. Жатқа біледі, ылғи сазымен өлеңдерді айтады. Соныменен бұл кісі қартаймай осы әдем болып жүргені осылай деп ойлаймын. Жас азаматтар мінекей Ағатайдың жасын берсін. Осы кісіге қарап, ой түзеңіздер, сөйлесе де жақсы сөйлейді. Әр уақытта өз орнын білетін кісі. Қыздар мақтаса мақтағандай. Бірде барсың, бірде жоқ, сен білемексің. Күнге танымдай маған келесің. Күнге танымдай маған келесің.
canım sağlam. Sana yaşayabilirim. Koşkun atkan gözünden gördüm tabi sezimin. Senin sözün altı söz, kımbat mağan özgeden. Appağım, sen buldun benim tapkanım. Almastırmayman eşkimge, appağım, almastırmayman eşkimge. Cansız olsa